буындарының өкілдері көпшілігі осында қазір қатысып тұр. Өзі әр руларда жаңа бір талайын Бақтыбек айтып кетті. Әр рулар әрқайсында да олардың мақтаныш тұтатын қайраткерлері болған ғой. Сол сияқты біздерде жаңа айтылғандарды ішінде Мысық атамыздың 7-ші буынның ұрпақтары, соның бірі Қаратау би деген біздің атамыз тарихта қалған. Ол ел аузында ғана емес, баспасөзде де бірнеше кітаптарда да үлкен 18-ші ғасырдың аяғында Сырым батырмен бірге ұлт-азаттық қозғалысына белсенді қатысқан азамат болған. Мінекей соны ана жылы дәлірек айтсақ, 2002 жылы сол Қаратау бабамыздың сүйегі жатқан жеріне үлкен алыстан көрінетін биік кесене тұрғызғанбыз. Ол сол Қаратау атамыздың 7-ші буынның өкілі Нұрлан Өтебұлы келесі жылы Миялдан мешіт салғызды. Ол мешіт ашылғанда халық көп болды. Оның ашылу рәсімін біздің қазақтың дарынды жазушысы бауырымыз Рахымжан ініміз жалынды баяндамамен бастап еді. Ол мешіт салғаннан кейін көпшілік, кейбір азаматтар осы мешітті, Миялдағы мешітті салғызған Нұрланның атын берейік. Атырауда да үлкен мешіттің атын Тасқынмағамбетке берді ғой, сөйтейік деген ұсыныс болып еді. Бірақ Нұрлан бұны үзілді-кесілді қарсы болып, ол мешіт аудандық мешіт болып, міне қазір сонда жұмыс жасап тұр. Біздің Мысықтың ұраны Бәйтерек. Бәріңізде білесіздер, ол сол қайдан шыққанын, оның тарихын бұдан 10 жыл бұрын Атырау газетінде осы Рахымжан ініміз Бәйтерек деген мақала жазып, сонда Қаратаудың сөзіменен келтіріп еді. Ал сол ұранымыз қазір асқақтады. Астананың қақ ортасында теле мұнара, о да Бәйтерек болып аталады. Мінекей күн сайын сан мыңдаған адамдар соның басына шығып Астананы тамашалайды. Жан-жақтың адамдардың бәрінің аузында Бәйтерек деген сөз қайта-қайта қайталанады. Енді осы қазір салынған мына мемориал дейміз бе, мына үлкен белгі. Көріп тұрсыздар, бұл жел менен жауынға мүжімейтін іргетасы тереңде жатқан бұл белгі
Абай атамыздың қасына салдым да, енді бұл тек қана сыңғыруының ғана емес, бауырлас басқа рулардың да ортақ әсер болсын деп есептеймін. Бүкіл қазақтың мәңгілік ескерткішінің бірі болып қалсын деп айтқым келеді. Сол енді бәріңізге де осындай ыстықты мойындамай, осы бүгінгі шаруаға келіп тұрғандарыңызға Сыр атаның ұрпақтарына қатан рахмет айтамын. Сөз облыстық ардагерлер кеңесінің облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қатимолла Ризуановқа жолданады.